тым арзан бағамен шыққан хабарландыруларды өздерінде көрген шығарсыңдар. Мысалы мынау сияқты. Бұның бәрін біз жасаймыз, алаяқтар. Бұл жаңа схемамыз. Біз интернеттен нақты сатылатын тауарларды тауып аламыз. Сосын оларды арзан бағамен қоямыз да қайта жариялаймыз. Неге екен білмеймін. Бірақ адамдар арзан дүниені естісе тез алданып қалады. Сәлеметсіз бе, мен хабарландыру бойынша қоңырау шалып тұрмын. Телефон сатыла ма? Иә, сатамыз. Сұрайын деген неге арзан? Бауырым, алсан ал, алмасан алмай-ақ қойшы. Жоқ, телефон оригинал ғой, иә? Бәрі ойдағыдай, еш проблема жоқ. Қаласан келіп көр. Жарайды, қайда бару керек? Жібек жолы 91-6. Бір сағаттан кейін Жақсы. сонда бол. Бауырым көрсетеді. Мен қалада емеспін, уақыт жоқ қазір. Түсіндім. Түсінген шығарсыңдар. Бауыр, інішек дегеннің бәрі өтірік әңгіме. Өйткені біздің бауыр дегеніміз хабарландырудың нағыз иесі. Ал енді оған хабарласайық. Алло. Алло, ассаламағалейкум. Телефон сатасыз ба? Я? Бауырым, саудаласпай-ақ қояйық. Мен бірден артық әңгімесі сатып алам. Тек бір сағаттан соң Жібек жолы желтоқсанға алып келесің бе? Кәз. Жарай ма? Я, жалпы жақын жердемін. Жақсы, алып келейін, жарайды. Міне болды. Өтірік бауыр бар, сатып алушы бар. Енді келісім жасау ғана қалды. Мұндай кезде бәрін бақылауда ұстау керек. Сосын төлем жасайтын сәтті жіберіп алмау қажет. Ала? Сонымен телефонды көрдің бе? Иә, бәрін ап тұр. Жақсы онда. Қазір саған реквизиттерді жіберем. Ақшаны сонда аударасын, тек бауырына берме. Сосын ешкімге айтушы болма. Айтпесе айырылып қаласың. Иә, түсіндім. Болды, реквизиттерді жіберіп қойдым, енді ақшаны күтеміз. О, ақша түсті. Көрдіңдер ме? Бәрі оп-оңай. Енді ана екеуі төбелесе ме, қырылыса ма, ол менің проблемам емес. Ал сендер ұмытпаңдар. Кез келген ақпаратты алдымен тексеріп алыңдар. Бейтаныс шотқа мүлдем ақша салмаңдар. Ешқандай іні, бауыр, інішек деген әңгіме жоқ. Тек біз бармыз. Алаяқтар.